Сәлеметсіздер ме оқушылар? Сабақ алдындағы көңіл күйіңіз қандай? Тамаша, жақсы. Балалар өздерінің көңіл күйлерін смайликтер арқылы белгілейді. Іске түсір. Электр энергиясы электр станцияларында өндіріледі. Электр тоғын алу үшін жылу, атом, жел, күн энергиясы қолданылады. Жаратылыстану 4-ші сынып 40-ші сабақ. Бүгінгі тақырып электр тоғын қандай денелер өткізеді. Сабақтың оқу мақсаты түрлі материалдардың электр өткізгіштігін зерттеу. Алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну. Сабақтың мақсаты электр тоғын өткізетін материалдар туралы түсінік беру. Материалдардың электр өткізгіштігін анықтау үшін тәжірибе жүргізу. Зерттеу жұмысының нәтижелерін ұсыну. Электр энергиясы туралы не білеміз? Адам үнемі электр энергиясын пайдаланады. Электр арқылы шам жағады, компьютер қосады, азық-түліктерді сақтау үшін пайдаланады. Электр станцияларынан барлық бағытта сымдар тартылып, бізге электр тоғын жеткізеді. Алдымен ол қалың сымдар арқылы өтеді. Содан кейін кәдімгі сымдар арқылы розеткалар мен қосқыштарға келіп түседі. Ең ірісі Ефрат өзеніндегі Кебан-Су электр станциясы. Электр энергиясының қуаты 52 миллиард киловольт сағат. Электр энергиясын өндіру. Электр энергиясын үлкенді кішілі электр станцияларында негізінде механикалық индукциялық генераторлар арқылы өндіріледі. Электр станциясы негізгі екі түрі бар: жылу және гидроэлектр станциялары. Бұл электр станциялардың бір-бірінен айырмашылығы генератордың роторын айналдыратын қозғалтқыштарының әр түрлілігінде. Дәстүрлі емес энергия көздері. Күн электр станциялары. Ойлан, электр сымның құрылымын сипатта. Қандай материал тоқты өткізеді? Мыс па әлде резеңке ме? Сым екі түрлі материалдан тұрады. Ішінде электр тоғын жақсы өткізетін материал, яғни өткізгіш қолданылады. Мұндай материал мыс. Мыстан оқшаулағыш материалдар мен қапталған тоқ өткізгіш жіптен жасалады. Суреттегі сымның резеңке материалы оқшаулағыш. Өткізгіштер және оқшаулағыштар. Өткізгіштер де, оқшаулағыштар да күнделікті өмірде кеңінен қолданылады. Мысалы, шамдардың сырты шыныдан, электр құрылғыларының сырты ажыратқыштар мен қосқыштар пластмассадан жасалады. Білгенің жөн. Электр тоғын ең жақсы өткізетін металл күміс. Электр жабдықтарында күміс емес, мыс сымдарды қолданудың себебі: мыс өткізгіштік қасиетті жағынан күмістен кейін екінші металл және құны күмістен әлдеқайда арзан. Зерттеу сабағы. Қандай материалдар электр тоғын өткізеді? Зерттеу әдісі эксперимент. Қажетті заттар: шам, батарея, 3 дана сым, әртүрлі материалдан жасалған заттар: темір, пластик, резеңке, ағаш, алюминий, мыс, графит. Зерттеу жоспары. Суреттегідей тізбекті құрастыр. А және В ұштарына заттарды жалға. Шамды бақыла. Жанады немесе жанбайды. Нәтижелерді жаз, қорытынды жаса. Дескриптор зерттеу жұмысына қатысады, 1 балмен бағаланады. Бірінші тапсырма. Арман болаттан жасалған кілтті электр тізбегіне жалғады. Болаттан жасалған кілт электр тоғын өткізетіндіктен шам жанады. Болаттан жасалған кілтті шам жанатындай қандай затпен алмастыруға болатынын таңда. Темір шеге, пластмасса, қасық, ағаш таяқша. Темір шегеден. Екінші тапсырма. Арман материалдарды электрөткізгіштер және электрооқшаулағыштар деп екі топқа бөледі. Қай материал өз көрсетілмегенін анықта. Өткізгіштер: болат, қорғасын, мыс. Оқшаулағыштары: резинка, шыны, алюмин. Дескриптор өз тобында көрсетілген затты анықтайды, 1 балмен бағаланады. Үшінші тапсырма. Шамның жануы үшін А және В нүктелеріне қандай материалдар жалғау қажет? Алюминий. Дескриптор шамның жануына қажет электро өткізгіш материалды анықтайды, 1 балмен бағаланады. Төртінші тапсырма.
Электрооқшаулағыш материалдан жасалған бұйымдарды таңда. Электрооқшаулағыш материал: пластмасса, моншақ, күміс білезік, құмыра, алтын сырға. Жұмыс парағы: дәптермен жұмыс. Дәптерде мына жерде балалар тапсырмалары берілген. Осы тапсырмаларды дәптерлеріңізге орындайсыздар. Сабақ соңындағы кері байланыс. Сұрағыңды қадап қой әдісі. Арнайы тақтаға оқушылар өзіне ұнаған сұрақты жазады да тақтаға әкеліп қадап қояды. Тақтаны бірнеше бөлікке бөліңіз. Мысалы, сабаққа қатысты сұрақтар, алдағы тақырыпқа қатысты сұрақтар, оқушының қызығушылығын тудыратын сұрақтар. Міне балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар балалар.